армысыңдар. Қайтып келген індет жаман дейді ғой. Сол сияқты мысалы тап осы ойды орысша былай да айтуға болады. Первый раз история – это трагедия, а если она повторяется, то это фарс дейді. Яғни трагикомедия сияқты ғой. Сол сияқты бізде де солай болып жатыр. Біздің мына бүгінгі тарихымызда. Алдымен көнеден бастайық. Берке хан тұсынан бастайық дағы. Берке хан мұсылман болған жоқ ол. Іштей сана сезімінде исламды ол қабылдаған жоқ. Бірақ сол дінмен ойнап кетті. Мына алтын орданы орталықтан тәуелсіз ету үшін және де орталықтан мына өз ұлысын сақтандыру үшін ол дінді қабылдағандай сияқты болды. Өйткені оған ана Египеттегі сұлтан бейбарыстың одақтастығы керек еді, сүйеніші керек еді. Сондықтан да ол дін қабылдағандай сияқты болды дағы мешіттерді салдыртты. Өте көп салдыртты мешіттерді. Және де анаяқтан Орта Азиядан, бүгінгі Орта Азиядан мұсылмандарды шақыртты, діни адамдарды шақырттығы, өйстіп мұсылмандардың санын мына жерде өз ұлысында көбейтіп жіберді. Міне өйстіп ол сұлтан бейбарыспен одақтастық құрды дағы өз ұлысына тәуелсіздігін қамтыды. Енді осы ойыны, дінмен ойыны түбінде келіп мына ұлыстың құруына барды. Өйткені мұсылмандардың саны көбейіп кетті. Және де Берке ханнан кейін ар жағында таққа Өзбек хан отырғанда, ал Өзбек хан нақты исламшыл болды. Нақты діндар болды. Міне ол алдыдағы нақты ана жерде ислам дінін мемлекеттік деңгейге көтеріп жіберді. Ұлысты алтын орданы трагедияға жетеледі. Түбі осы ислам діні кесірінен орда құрып кетті. Бытырап кетті. Бірінші әлсіреді, сосын бытырады. Енді осы ислам дінімен ойынды Назарбаевты өз кезінде бастап кетті. 91 жылдан бастап ана ислам дүниесіне сүйенемін деп анаяқтан қаржы тартқысы келмекші болып өстіп дінмен ойнап кетті. Сосын Берке ханның істерін қайталап кетті. Сол сияқты мешіттерді салды, өзін мұсылман есебінде көрсеткісі келіп, ол мұсылман емес, ол діндар емес. Бірақ та өзін діндар есебінде көрсеткісі келіп, тіпті Меккеге қажылыққа барып келді. Анағысы осының бәрі көз бояушылық еді. Ана Берке хан қалай сол көз бояушылықпен айналысты, Назарбаев та тап сол көз бояушылықпен айналысып кетті дағы. Мына қаншама мешіттер салынды. Ол не үшін керек? Ол діндар болса бір сәрі. Ол діндар емес қой. Діндар адам емеске, мұсылман емеске, ана мешіттерді салу не керек десеш? Дінмен ойнау үшін. Дінмен ойнап кетті. Бұл жерде аналогия болып тұрдағы Берке хан, Назарбаев. Екеуі де бір істі жасап жатыр. Мынаусын трагедия деп айтатын болсақ, Берке ханның істері. Мынау енді фарс болып кетті, Назарбаевтың ісі. Енді Назарбаев бір күні
кетеді ғой. Ал одан кейін келетін адам қаншама мешіт салынды, мұсылмандар саны көбейіп жатыр. Және де мұсылмандар дегенде радикалды мұсылмандар көбейіп жатыр. Ертең бізде мына Иран сияқты фундаментализм, діни фундаментализм орнықсашы, келесі елбасы исламшыл болса мысалы. Мына Назарбаевтың өз немере інісі Қайрат Сатыбалды. Ол деген исламшыл ғой. Ал билік тізгінін сол алса мысалы, онда не болып кетеміз? Онда Иран сияқты фундаменталды мемлекет болып кетеміз. Конституция тоқтайды дағы, шариғатпен өмір сүретін болатын мына ел. Онда капец дей бер. Міне сондай жолға түскен сияқтымыз. Бұл жерде мен аналогия көріп тұрмын. Берке хан, Назарбаев. Енді тарихта Өзбек хан болды ғой. Біздің бүгінгі күнімізде Назарбаевтан кейін кім болады? Мүмкін бе ана Қайрат Сатыбалдының орнығуы? Өстіп қой сияқты болып жүре берсек, несі бар? Орнығады онда. Міне осы мәселе мазалайды. Назарбаев діндар болса, діндар бола тұра ана мешіттерді салып жатса, онда бұл түсінікті болар еді. Бұл діндар емес қой. Сосын мынандай жаман нәрсе бар. Сол мешіттерді салғанда Берке хан оны тегін салған жоқ қой. Қазынадан ақша бөлді. Қаншама ақша кетті. Соны басқа бір пайдалы нәрсеге жұмсауға болатын еді. Жоқ, ол мешіттерге жіберді. Ал қазіргі Назарбаев халықтың күйі қандай? Кедейшілікте өмір сүріп жатырмыз. Енді сол ақшаны, мешіттерге бөлінген ақшаны басқа салаға жіберуге болатын еді ғой. Жоқ, бұл өз мүддесі үшін мешіттерге ақша жұмсап жатыр. Мысалы, ана мешіттердің құны бір заводтың құнындай. Сол қаншама мешіт салынды, солардың орнына соншама фабрика, заводтар салынсашы. Біз қайда болар едік? Қарапайым нәскиді шығармаймыз, нәски. Бұтқа киетін түрсекті шығармаймыз біз. Ине шығармаймыз. Қарапайым нәрселер. Ана мәшине андай-мындайды айтып тұрған жоқпын. Қарапайым нәрселер шығармаймыз. Завод салынған, оның атағын шығармайды. Ал мына мешіт салған, атағын шығарады. Ертең молдалар айтады, ойбай, жаңағы Назарбаев осы дінге осындай міне шаруаларын істеп кетті деп, мана жаңағы Өзбек ханды, Берке ханды қазір қалай мақтайды, болашақта мені де солай мақтар деп, сол пиғылмен ғана мешіттерді салып жатыр. Ол өз есімін ана заводтарды, фабрикаларды салып та нетуге болатын еді, бірақ ол күмәнді. Ондай іспен бәлкім есімі шықпауы да мүмкін. Сондықтан да мешіт салып жатыр. Эксполар не үшін өткізіліп жатыр? Өзін жар ету үшін. Міне мен қандай прогрессивтімін. Ешқандай прогрессивті емес. Анау деген далаға ақшаны шашу. Ол деген. Міне осы. Аман, сау болыңдар.